Баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасын іске асыру аясында ағымдағы жылдың 25 қыркүйегінде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында инновациялық жобалаудағы шығармашылық құзыреттілікті дамыту тақырыбындағы облыстық семинар тренинг өткізілді. Аталған шараға облысымыздың техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері директорларының ғылыми әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасарлары, пәндік бірлестік жетекшілері мен әдіскерлер қатысты. Семинар ашылуында сөз алған институт директоры, филология ғылымдарының кандидаты Әбішева Нұргүл Молдабайқызы елбасының баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру жобасын жүзеге асыру барысында техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында аталған жобаға арналған әдіс тәсілдердің ерекшелігіне тоқталып өтті. Семинар тренинг модераторы, кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Каплиева Айгүл Қыдырбайқызы еуропалық зерттеулердегі инновациялық жобалар, идея және әрекет, шығармашылық жоба, ізденіс, зерттеу, талдау тақырыптарында коучинг, кейс стади, лейсон стади, смарт технологиялары бойынша іскерлік тапсырмалар мен тренинг өткізді. Семинарда қарастырылған мәселелерге техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының қызметкерлерінің қызығушылығын тудырды. Семинар қорытындысында тақырыпқа сай ұсыныстар қабылданып, белсенді қатысушыларға сертификаттар табысталды.